Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен. Так, бізде қорадағы жаңалықтар. В общем, біраздан бері видео болған жоқ тауықтар жайлы. Осыған дейін біраз тауықты азайттым. Кучинский, Барковский бәрін бөліп қойдым. Енді бір 50 шақты жұмыртқа жинадым. Енді бір 70-ке жеткізсем, алла жазса, жұмыртқалардың аплотын тексерем. Аплотын тексергесін бәрі нормально болып жатса, Құдай қаласа жұмыртқа сатып бастайтын болам. Жалпы жаңалық сондай біздегі қазір. Так, енді мында Барковская барвистая деген порода мынау. Көріп жүрген кісілер болса білет. Мына жерде 12 тауық, где-то 12 тауық бір қораз. Олар отдельно тұр қазір. Жұмыртқалап тұр, күніне 7-8 жұмыртқа береді 12 тауық. Жас тауықтар бар арасында, жұмыртқаға кірмеген. Бірақ ақырында отырып жүр тоже. Жақында барлығы жұмыртқалайтын болады, алла жазса. Соған байланысты енді пока жұмыртқасын сатып бастаған жоқпын, бірақ жұмыртқа инкубационный сезон басталды. Осы январдан бастап жұмыртқа сала бастайды кісілер. Сол мен қазір жұмыртқасын сатсам болады, бірақ жұмыртқасын сатпастан бұрын өзім инкубаторға салып аплотын тексеріп көргім келіп тұр. Кучинскийлар тоже солай. Олардың да аплотын тексерем. Содан кейін барып жұмыртқасын сата бастайтын болам. Инкубацияға. Мына жерде менде бір жаңадан тауық қосылды, міне, үлкен тауық. 2 жылдан асып кеткен мына жас. Бірақ жұмыртқа туып тұр. Еще мына Барковскийдің білетін болсаңыздар, жұмыртқасы ірі болады екен. Кучинскийге қарағанда, по-моему, ірілеу болып тұр қазір жұмыртқалар. Енді басында майда болады жұмыртқаға бірінші кірген кезде. Бірақ 1-2 ай туғаннан кейін жұмыртқасы іріленеді екен. Бағана жұмыртқалардың бәрін жинап алғанмын. Біреу отырып алыпты, біреулер осылай кешкісін отырады ұяға. Өйткені мұнда свет жанып тұр, көріп тұрғандай. Түнгі 11-12 дейін жанып тұрады, сол себептен жұмыртқа туа береді олар соған дейін. Тауық ұстайтын кісілер біледі, тауық жұмыртқалау үшін оларға главный бірінші жылу керек, екінші жемі дұрыс болу керек, үшінші жарық керек, сосын суы таза болу керек. Суы таза, арасында күн суықта жылы су құйсаңыздар да болады. Өйткені ол да жұмыртқа тууына жақсы көмектеседі тауықтың. Какой-то процент көмегін тигізеді. Жалпы бізде тауықтар осындай, үйреніп қалған өзіме. Қорқып, үркіп, ондай қашпайтын. Қоразда тоже басында адам көрсе шошитын. Бірақ қазір уже үйренді. Адамға қашып, үркіп, шошымайды ешқандай. Так, бұл бізде Барковскийлар. Бізде боран болып жатыр Астанада. Қазір видеоның соңына сала кетем. Жаңа машинаның боранынан шығарып қойғам. Машинаны шығарам деген өзім, в общем, бір жақты болды. Тауық қораның іші. Мынау кішкене ашық қалған өзінде осындай өріп тастаған. Қарды. Мында менде Кучинский юбилейный тауықтарым. Бұлардан бізде 15 тауық қалды ровно. 15 тауық 3 қораз. 3 қораздың біреуі өзімдікі. Мына жақта 2 қораз алдырдым. Неден? Семейден келді бұл. 2 қораз. Тоже жас қораздар активный тауықты басып тұр, в общем. Бұлар қан жаңарту үшін алдыртқан. Өйткені тауықтың қанын жаңарттыру керек. Өйткені бұны жаңартпайын десе, мен алған кісі
қан жаңаламаған. Сол себептен өзінің ұрығын өзіне пайдалана берсең, в общем, тауықтың қаны бұзылады. Жаңағыдай жұмыртқа балапан аштырғанда тоже дұрыс болмай қалады деген сияқты. Енді оны тауық ұстап, жаңағы балапан шығаратын кісілер біледі. Өзімде осындайларын алып қалдым. Менде 50 шақты кучинский болған. Соның бір 25 шақтысын сатып жібердім. Сатып жіберіп, в общем, өзіме керекті тауықтарды алып қалдым. Мына жерде ортаны бөліп тастадым. Ар жақта бізде брамалар және өзім домашний тауықтар бар. Кәрі тауықтарды айтпақшы тоже құрттым. 2 жылдан асып кеткен тауықтар болған менде. Жұмыртқалап тұрды, бірақ тоже үлкейіп қалған жастар. Сол себептен олардың бәрін сатып жібердім. 2,5 мың теңгеден кетті, в общем. Бір кісі оптым алды, бір 12 тауық болған екен, кәрі. Соларды, в общем, сатып жібердім. Так, мұнда бізде брама, міне. Браманың қоразы мынау. Мекендері бар осындай. 3 мекен, 4 мекен бар, мынау кішкентай әлі. Полевая брама дейді, мынау солай айтылады. Бұдан 3 мекен бар. Мынау светлая брама, 1 мекен. Оны көреміз, қалай болады. Ода қораз жоқ, может сатып жіберетін шығармыз, скорее всего. Қалғандары уже менде Барковскийдің жұмыртқасынан шыққан, бірақ окрас дұрыс шықпады. Тоже домашний тауықтарға қосып жібердім. Шапкасы бар тауықтар өзімдікі. Өзіме ұнағасын, в общем, алып қалған. Мынау да тоже Барковскийдің жұмыртқасынан шыққан, окрасы тоже дұрыс емес. Адлерге ұқсап кеткен. Ана жерде тағы біреусі бар, тоже Адлер сияқты. Бірақ қалай екенін білмеймін. Барковскийдің жұмыртқасынан алғам, в общем, сенімді кісіден алғам, тем более. Значит, солай арасында қаны бұзылатын болып тұр ғой, окрасы бөлек, в общем. Ал менде брама. Брамалар спокойный болады, сосын домашний тауықтарда тоже сондай бір қатты бір бұзық емес менде. Сосын мына жерге осындай ящик қоя салған, бағана ішіне жұмыртқалапты, в общем. Тоже бұларда жұмыртқаға кірген тауықтар. Үшеуі подряд туады мысалға. Сосын анау астындағы қара тауық пен анау шетте тұрған тауық тоже туады. Брамалар әлі жұмыртқаға кірген жоқ, бұлар өткен кештеу кіреді жұмыртқаға. 1 жылға таяу ма 9 айдан кейін туады дейді, енді бірақ менікіне 9 ай болып қалды, примерно болды. Әлі асқан жоқ, бірақ 9 айдан. Жұмыртқалап пастағасын отдельно қоям тоже. Олардан да шығарам для себя. Енді бұл брамаларды мен өзім қызығып жай алғам, оның жұмыртқасын сатып, немесе өзін сатып, ешқандай пайда көру үшін емес. Ал бізде брама деген ірі болады екен. Мысалға балапан болса да, менде кучинский қораздардан қайда үлкен уже. Тауық баспайды әлі бұл. Ал анау кәдімгі домашний қораз. Смесь. Ол уже тауық басып. В общем, бәрі бірге шыққан, по-моему, инкубатордан бірге шығардым осыны, ананы бәрін. Бірақ анау уже жетіліп, тауық басып, айқайлап жүр, в общем. Жалпы жаңалық осы, скоро инкубация жайлы видео болады. Аплод жайлы. Жұмыртқалардың тоже бір күн граммдарын есептеп тоже видео салатын болам. Инкубаторға салмай тұрып. Уже әжептері ірі болып қалды жұмыртқалар. Кучинскийлардың да, Барковскийлардың да жұмыртқаларын бәрі әрленіп қалды. Майда бір 45 грамм деген жоқ уже. Бәрі 50-дің үстінде. Жалпы жаңалық осындай. Астанада боран, ертең бізге жұмысқа қалай жететінімізді бір құдай біледі енді.
қазір тоже видеоның соңында сала кететін боламын. Біздегі жаңалықтар осындай. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.